$795 шотымызда бар. Даусым керемет естіліп тұр деп ойлаймын. Ал енді күнделікті саудамызға кірісетін боламыз. Бізде 1 минуттық таймфрейм, 1 минуттық уақытта тұр. Осы уақыт бойынша, осы таймфрейм бойынша жұмысты сабақша табатын боламыз. Және де новичоктар үшін, жалпы енді бастайтындар үшін ең удобный, как я считаю, уақыт үйреніп кетуге. Көріп тұрғандарындай бізде, давайте по фактам раскидаем. Приложениемді ашып бере салайын. Все. Бізде мына жақта разрыв болған. Осы разрывты бізде баға толтырып түсіп и дальше көтеріліп бара жатыр. И қазір бізде в целом по ББТ-ны алатын болсақ, ликвидность шешіп тұр. Келесі жоғары жақта хай болып есептелетін болса, так онда біз төмен кеткен кезде жоғары қарай бір сделка ашып жібере саламыз. Конечно же, біздің целіміз жоғары жақтағы хай болады. Осы жерге дейін өсуге баға тырысу керек. Егер де тырысатын болса, конечно же, біз 1 минуттың аралығында $460 таза пайда табатын боламыз. Ал енді баға қалай қозғалады екенін көрейік. Баға келіп астыңғы жақтағы ликвидностьті шешті. В целом, дагон сделка ашып жіберсек те болады. Осы жерден, егер мына сделка шықпай қалатын болса, на всякий случай, потому что бізде неудобный жерде аштық, және біз өзіміз үшін жаңа фактор көрдік, что бізде ликвидностьтің астыңғы жақтағы шешілгені екенін ше. И енді ол да біз үшін жалпы сделка ашуға, дагон сделка, мынау егер де шықпай қалса, себеп болды да. Но өздерің көріп тұрғандай, бізде баға мына жақтағы сделканы в целом біз қалағандай орындап тастады, да? И жайда баға цена пытается прям мына жақтағы хайға қарай баруға и барып тастады, өздерің көріп тұрғандай. Проще простого. Мына жақтан қазір бізде $460 таза пайда келіп шотымызға түсті. Мына жақтағы екі сделкамыз бізде ең астыңғы точкада ашылды. Өте тамаша. Осындай сделкаларды ашып үйренетін болсаңдар, емін-еркін трейдингтен ақша тауып беруге болады. Тура осындай сделкалар өте жақсы сделкалар болып есептелетін болады. Күтейік. 8, 7, 5, 4, 3, 2 и все. Көріп тұрғандарда бізде уже $11,275 дейін депозитімізді көтердік. Бізде ашылған сделка 1 минуттың ішінде. Өміріңнің 1 минуттың анализ жасауға құртып, трейдингтен ақша таба құртатын болсаң, осындай жетістіктерге, осындай табыстарға жету мүлдем қиын емес. Ал енді келесі ситуацияны іздейік. Евро CHF фотосы валютная парасы. Бізде лонговый ББТ болған, одан кейін бізде консолидация шыққан. Лонговый ББТ-ға бара алмадық. И консолидация шыққаннан кейін бізде цель... Подожди. Так, я ошибся. Бізде мына жақтағы лоуды қызыл свеча шешкен, да? И енді біздің целіміз мына жақтағы хай, баға оны өзің көріп тұрғандай орындап тастады, да? Енді бізде шартовый, конечно же, негізі случай, шартовый контекст, потому что бізде ликвидность шешіп тұр, астыңғы жақтағы цель. Астыңғы жағын, үстіңгі жағын екеуін де шешіп кеткен екен. Я, получается, онда бізде мына жақтағы хай болып есептеледі целіміз. Одан бөлек мына жақта бізде жабылмай қалған гештальт бар, сол жерге дейін баруы мүмкін. Но пока енді свечаның қалай болып жабылатынын күтейік, и сол ақпаратқа сәйкес сделкамызды ашатын боламыз да. Мен бір мән бермеген жайт, просто мына жақтағы ликвидность шештік, астыңғы жағын шешпедік деп ойлап қалып, сделка ашып жібердім де мүмкін еді да, байқамай қалып ше. Сондықтан да көрдіңдер ғой, асықпай қарау керек та. Сол кезде жақсы нәтиже жасауға болады. Ал енді мынандай ситуацияда астыңғы жағын, үстіңгі жағын шешкенде ол біздің целіміз мына жақтағы хай болады. И баға оны шешіп тастады қазір. Енді күтеміз. Тура осы күйде жабылатын болса, төмен сделка ашып тастауға болады да, ақша табуға болады. Так, получается 6 секундтай қалды. Көрейік. Біздің целіміз мына жақтағы лоу. Келесі ликвидность бойынша. Так, жоғары қарай кетті. Кешірім сұраймын, мына жақтағы лоу емес, мына жақтағы лоу есептеледі, потому что бізде ликвидность шешіп тұрмыз, келесі осы жақтағы лоу есептелетін болады. Жайда баға сол жерге дейін баруға тырысу керек. Так, пока что баға өсіп жатыр, жоғары қарай. Қырық секундтай бізде әлі запаста бар. Жайда өздерің көріп тұрғанда баға құлап бара жатыр, біздің направлениеге қарай, өзінің целіне қарай. 30 секундтай қалды. Бір өсіп, бір түсіп, бір өсіп, бір түсіп жатыр. Но байқап тұрғандарындай просто цена пытается мына жақтағы лоуға қарай келуге, жайда біздің сделканы плюске шығаруға. Но егер де күш жетпесе, конечно же, дагон деген нәрсе бар. Ашып жіберсек те болады да оны. Так, 5, 4, жаңа свеча қазір шығады. Болды, минус болды, сәл үлгермей қалдық, хорошо. Так, бізде жаңа свеча шықты. Ол свечаның мақсаты мына жақтағы хайға қарай бару. Қазір бағаны төменге қарай түскенін күтейік.
осындай кезде 2 сделка ашып беретін боламыз загон. И біздің целіміз мына жақтағы қай? Почему? Бізде мына жақтағы қызыл свечаның ішінде жасыл свеча шықты. Получается, свеча жасыл болғаны үшін бізде осы жақтағы қайға қарай ұмтылу керек баға. И бізде получается к этому добавлению астыңғы жақтағы ликвидность шешіп кеттік, да? Енді бізде уверенно жоғары қарай өсе берсек, по идее болу керек. Но көреміз. По-любому бірақ мына жақтағы біздің целіміз цель ретінде қалып қалуы мүмкін, да? Вот. Аха. Сол цельді орындап тастады. Хорошо. И ары қарай да баға түсіп келе жатыр. Дальше не істейді екен көрейік. Ликвидностьтардың барлығын шешті. Бізде әлі 18 секундтай бар. Наверное, уже минус болдық деп есептей берсек те болады. Да, вполне себе ожидаемо. Ну хорошо. Ничего страшного. Басқа параға ауысайық, сол жақтан ситуация іздеп көрейік. Бұл жерде енді бізге бермаған ғой. Так. Ну, бірақ керемет. Уже 1 минутта более или менее спокойно, короче, ПБТ-ға қарап, бағаны болжап жатырмыз. Бізде мына жақтағы целіміз хайын шешті, лойын шешкен жоқ. Значит, бізде қызыл свечамыздың лойы. Так, жаңа свечаның ашылғаны күтсек болады. И ары қарай уже шешім қабылдап, сол бойынша сделка ашатын боламыз. Так, цель қарама-қарсы бағыттағы цельді орындады. Ликвидность шешіп жабылды. Жоғары қарай кетсін қазір. Жоғары қарай кетсін. Төмен сделка ашам. Давай, осылай. Мына зорада отложенный сделка қоя салайын. Егер келетін болса, идеально болушы еді. Но біздің енді зонаға қарай келмей, манипуляция жасамай, просто мына жақтағы лоға қарай кетіп бара жатыр. Потому что бізде ликвидность шешіп тұр, цель орындалды официально. Все. Хорошо. Бұл жерде енді бізде модель болған жоқ. Хорошо. Күтеміз. Бізде қазір консолидация шығып жатыр. Получается, ликвидность шешті. Келесі цель мына жақтағы қай негізі на свечаның. Бірақ енді ол үлгермесе, в целом төменге қарай кеткенін күтеміз. И 2 сделка ашып бере салайын $1,500-ға. И в целом бізде осы қызыл свечаның ішінде қалыптасқан жасыл свечамыздың, то есть жабылуы, бізге мына жақтағы қайға қарай бағаны келгісі келіп тұрғанын айтады. Одан бөлек бізде жоғары жақтағы основной целіміз бар, который ликвидность шешкеннен кейін мына жақтағы қай. Вот. И бізде сол жақтағы ликвидностьке қарай кетті, и мына жақтағы ликвидность шешіп кетті. Көріп тұрғандай. Көрдің ғой? Осылай цельді анықтайсың да, сделкаңды ашасың, и табысын табасың. Все. Ешқандай қиындығы жоқ. Қолдан енді осыны. Міне цельді орындап тастады благополучие. Мына жақтағы цельге қарай кетті. Мен бұның барлығын предполагать еттім, и баға өзінікін істеді, и сделкамды аштым, и қазір енді табысымды аламын, и все. Понимаешь? Бізде $1,500 сделка ашқан себебіміз, в целом қарап тұрсаңдар 500-ден 300 сделка минус болған. Енді сол бір сделкамен полностью отбить етіп, екінші сделкамен, короче, четкий табыс табу менің ниетім болды, и сол ниетіме енді қазір иншалла жететін болам. Резко төмен кетіп қалмаса, конечно же. Так, все, керемет. Өзің көріп тұрғандай $12,535 таза пайда. То есть, сомаға дейін шотымыз, депозитіміз көтердік. Керемет. Вот. Осылай істеледі трейдинг, көрдің ма? В целом, біздің саудамыздың жүріп жатқанына 9 минут болды. Керемет сделкалар аштық деп ойлаймын. Осы видеоның өзінде көп нәрсе түсіндім деген ойдамын. Байқап тұрғанда 1 минуттық уақыт более уверенно қозғалады, чем енді біздің 30 секундтық пен 15 секундтық уақыттардан қарағанда. То есть 3 секундқа сделка ашсаң вообще. Потому что енді біз адам болғаннан кейін человеческий фактор өзінікін істейді да. Көп қателіктер жібереміз, көп нәрсеге мән бермей қаламыз. Көп нәрсеге мән беруге уақыт және де миымыздың сигналы жетпей қалады да енді. Понимаешь, сен енді батыр емессің ғой, бір супермен емессің ғой, который прям миллисекундтың ішінде анализ жасайтындардың и көре алатын данныйды көру, то есть көріп тастай алатын да. А 1 минутта сенде в целом плюс-минус ойлануға уақыт болады. Плюс-минус ББТ-ны дұрыс анықтауға уақыт болады. Ликвидностьтың қай жерде шешіліп шешілмегенін көруге уақыт болады. И сен
информацияны сенің миың обрабатывать етуі онша қатты қиын болмайды да, чем қысқа уақыттан қарағанда. Сондықтан да бәрі өзіңнің қолыңда. 1 минуттан бастап көр. Именно мен айтып отырмын, новичок болғаннан кейін саған 1 минуттан бастап, 1 минутпен уақыт жасап, даже осы 1 минуттың өзінде ақ қолдана беріп ақша таба беруге болады. Мен саған соны қазір көрсетіп бердім. 12.000-ға дейін көтеріп тастадық счетты. Көріп тұрғандай. Енді 2535 долларды шығарайық, да? Өзің көріп тұрғандай мен стабильный ақша шығарып жүрмін. Историямды көрсетсем, қарайтын болсаңнан барлығы бізде выводтар. Осындай выводтардың бізде 5 страницасы бар. Тура осылай күнделікті трейдинг жасап, торговляңды істеп, ақша тауып жүре берсең болады. Ал енді біз вывод средствты шығарып тастайық. Так, бізде тезерге шығады 2535 долларды ровно шығарып жіберетін боламыз. И адресті қоятын боламыз и продолжить. Сонда бізде ровно счетымызда 10.000 доллар қалады. Бүгінгі қазір мысалға трейдинг істеп тастадық. Трейдингтегі тапқан ақшамыздың плюс-минус енді жартысынан көбісін или жартысын шығардық. И енді біздің счетымызда қазір 10.000 доллар тұр. Көріп тұрғандай. И біздің заявка мына жақта көрініп тұр. Торговый профильді көрсетсем енді қазір бүкіл статистика шыға ма оны білмеймін. Но бірақ көрсетуге тырысайын. За сегодня бізде в целом 8 сделка ашылды деп тұр, 2640 доллар деп тұр. Біздегі шыққан қанша ақша? Бізде 2500. Почти енді бір 100 доллар енді садақа өзімізге қалды да. Короче деп қояды. Ничего болады. Нормально. Көріп тұрғандай осылай. Көрдің ғой, мен саған мен біраз уақытқа не істеп жүрдім ғой, қысқа уақытта трейдинг істеп жүрдім ғой. Енді қазір мен 1 минутқа қайта оралдым. 1 минуттағы менің нәтижем неге жақсарды? Қайда жақсарды? Неге? Потому что сен мысалға как тебе объяснить? Мысалы, бір затты баяу істеп, одан кейін жылдам істейтін болсаң, то есть или тоқта, бір затты жылдам істеп, одан кейін баяу істейтін болсаң, сен жылдам істегеннен кейін жылдам істегенің қайда эффективді болады? И сен баяу істегенде қандай нюанстарды жылдам істеген кезде қателік жасадың, сол нәрсені баяу істегенде сен уже будешь замечать, и сол опытты сен уже жай істеген кезде қайда жақсартып істей аласың да. Яғни мен жылдам істеген кезде, конечно, жақсы істедім ғой. Қысқа уақытта да 15 секундқа, 3 секундқа сделка ашқан кезде нормально мысалға сделка аштым ғой. Енді 1 минутқа келгенде одан сайын мен жақсардым да. Почему? Потому что мен опыт алдым қысқа уақыттық трейдингтен. И мен 1 минуттағы қазір результатым просто шикардос. И сен де осылай өзіңді кішкене натренировать етсең болады. Но енді ол сенде жұмыс жасайды дегенге я вряд ли поверю. Потому что сен 3 секундтың өзінде, 5 секундтың өзінде игра алмай жүрсің да, минус болып ше. Ну хорошо. Ол жердегі минус болғаның, ол сенің дәрменсіздігіңді көрсетеді. Бірақ енді сол жерде минус болып 1 минутқа қайтып келетін болсаң, сен өзіңді танымай қаласың. Почему? Потому что сен үшін уақыт баяу өтіп жатқан сияқты сезіледі. Бағанағы айтқандай, мысалға бір пример тауып беремін саған да, допустим. Сенде мысалы көлік айдауда опыт бар да. Сен постоянно, часто бір автодром ішінде 110 айдап жүрсің. Сол кезде 110 скоростьте машина басқаруды үйрендің, и потом уже 60 или 50 жүрші. Сен үшін фуфло, пустяк болып қалады да. Почему? Потому что скорость сенде азаяды, и сен, короче, уже анау сияқты жылдам жүріп жатқан жоқсың да, и потом уже сенің миың ұзақ скоростьқа үйреніп қалғаннан кейін мынау сен үшін проще простого болып қалып, и сен уже алдыңғыдан қарағанда көп ақпараттарға мән беріп, алдыңғыдан қарағанда көп контроль жасай аласың да над ситуацией. Жаным сол. Так что сол. Так, давай телеграм каналға қосыл. Егер біздің телеграмда бар болатын болсаң, сол жердегі біздің последний шыққан видеоны көрген шығарсың. Біздің промокодты қолдану арқылы командаға доступ алып, стратегияларды осы үйреніп толыққанда и уже ақша тауып бастай берсең болады. Сенімен бірге болған Fast Money Forex әлі де хабардамын, жаным сол. Давай. Амандықта, саулықта. Ертерек командаға қосылып, біздің үлкен команданың бір участнигі, және нәтиже жасайтын бір ученигі ретінде сені көргім келеді қатарымызға. Сондықтан кіріс.